Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге аяулым. Бүгін сіздермен осындай биік, жұмсақ, үлпілдек болып шығатын, үй жағдайындағы бар заттармен дайындалатын пирог, яғни бәліш дайындайтын боламыз. Алдымен құрғақ ыдысымызға 4 жұмыртқа және шай қасықтың ұшында тұз салып, миксердің көмегімен азғана ғана араластырып аламыз. Келесі алдын ала өлшеніп қойған 300 грамм қантымызды салып, миксердің көмегімен жақсылап тұрып, қантымыз ерігенше араластырамыз. Яғни, араластыру барысында ең соңында бізде түйіршіктер қалмауы қажет. Миксердің көмегімен жылдамдықты жоғарылата отырып, араластырамыз. Біздегі массамыз 2 есеге көбеюі қажет. Яғни, видеода көріп тұрғандарыңыздай, бұл жердегі араласып жатқан массамыздың түсі ақшыл түске өзгереді және де көлемі үлкейіп, үлпілдек болып шығады. Жалпы пирогтың жоғары болып, биік болып көтерілуі осы жұмыртқаның көтерілуіне байланысты болады. Келесі айранымызды өлшеніп алған 400 мл және де сұйық май, яғни өсімдік майы 200 мл қосып, жақсылап араластырып аламыз. Келесі алдын ала өлшеніп қойған үккіштен өтілген ұнымызды кезектен 3-4 бөлікке бөліп саламыз да, жақсылап миксердің көмегімен араластырамыз. Бізде түйіршіктер қалмауы қажет. Осы түйіршіктер қалатын болса, пирогымыз әрине көтерілуі төмен болады. Және қосқышымызды сала отырып, ұнды қосып, мен бұл жерде ұнды 3 бөлікке бөлдім және соңғы бөлігін салып, жақсылап араластырып аламыз. Жалпы ұнның көлемі ұнның түріне байланысты кейбір ұндарда көбірек кетеді, ал кейбір ұндарда тез қоюланып қалады. Сіздерге осы ұнның қанша кеткендігін жазып кетемін. Көріп тұрғандарыңыздай, біздің массамыз қатты қою немесе қатты сұйық емес, осындай біркелкі мөлшерде болып шығады. Табамызды алып, бізде бұл жерде табамыздың өлшемі 40 сантиметрде 35 сантиметр. Біркелкі етіп, барлық жеріне жететіндей етіп, массамызды орналастырамыз. Лопатаның көмегімен жетпеген жерлеріне осылай дайын массамызды жеткізіп, 180 градуста пісіріп аламыз. Міне піскен бәлішіміз осылай қызарып піседі. Өздеріңіз көріп тұрғандай, қалаған формада кессеңіздер болады. Көріп тұрғандарыңыздай, әрі биік, әрі дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер, барлықтарыңызға ұнайтынына сенімдімін. Бұл бәліш әрі жылдам, әрі оңай дайындалады. Егер ұнаса, лайк басып, комментария қалдырыңыздар. Сіздермен бірге болған аяулым.